Біз өзіміз мынау айыппұл алған, түрмеде жатқан, уақытша ұстау нелесіне жатқан жігіттерге бір деме алу үшін, бір жағдайларын жасау үшін халықтан ақша сұраймыз. Өзіміздің немізді қоямыз. Ал Мамай ешқашан ойлап қоймайды. Сол ақшаны қайдан алып жатыр? Елден сұрасаң, ақшаны қайдан алып жатыр? Оларға бір не беріп, не білер, бір бизнесмендер береді деген әңгіме айтады. Ал бизнесмен бүгін берсінші, сол күні егер шын оппозиция болса, бүгін берсе, ертең бізін шығарады. Оның бәрі өтірік, ешқандай бизнесмендер ешкім бермейді. Ол оппозицияға ақша беретін бизнесмен жоқ. Қазір жоқтың қасы қазір. Мүлдем жоқ десек те болады. Қарапайым халықтың арқасында содан не өмір сүріп келетіміз осы уақытқа дейін. Сол түрмеде тұрған айыппұл таққандарға. Ал Мамай ондай жасамайды. Ешқашан ондай жасамайды. Ақшада бар, ұшақпен жүреді. Керемет. Баласы да шетелге де демалып келді. Баласы да жақсы жерде оқиды дейді қызы. Оның бәрі ыңғай жасап берген Мамайға, осыдан ақ білуге болады. Біз міне паркке келгеніміздің өзіне қуанып отырмыз қазір. Не то что митингге шығып сөз сөйлеудің бұрын.